Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 3 сынып 88 сабақ. Сабақтың тақырыбы бүгін бізде негізгі және туынды етістік. Балалар, ендеше бізге берілген тапсырманы бірге қарайық. Мәтінді оқы. Қажымұқан Мұнайтпасов әлемге танымал болған тұңғыш қазақ балуаны. Ол өзінің спорттық жолын Петербургте бастады. Қажымұқан Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка сияқты ірі мемлекеттерде өткен белдесулерде жеңіске жетті. Ол барлығы 26 мемлекетте болды. Осы сындарда Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болған. 1927 жылы оған қазақ даласының батыры атағы берілді. Ал балалар, мына сұрақтарға жауап бер. Қажымұқан Мұнайтпасов кім? Тұңғыш қазақ балуаны. Екінші, ол спорттық жолын қайда бастады? Петербургте бастады, яғни Ресейде. Үшінші, қай мемлекеттерде өткен белдесулердің жеңімпазы болды? Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка. Төртінші, Қажымұқан қандай медальдарға ие болды? 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болған. Бесінші, оның әлемге танымал болуының сыры неде? Алып балуан болғандығында және ерінбегендікте, шыдамдылықта, батылдылығында. Бастады, жетті, болды, болған, берілді. Келесі 21-ші жаттығу. Берілген зат есімдерден туынды етістік жасап жаз. Кезек, жыр, ой, шеге, би. Өзің қалаған 2-3 туынды етістікпен сөйлем құрап жаз. Кезектес, жырла, ой, шегеле, биле, тұзда. Анар етті тұзда. Арман айбынмен кезектес. Айжан жақсы сөз ойла. Балалар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда қазақ тілі, қазақ әдебиеті және де математика сабақтарының барлық жауаптарын мен өз каналыма салып қойған болатынмын. Ендеше келесі берілген жаттығуды қарайық балалар. 22-ші жаттығу ребусты шеш делінген. Мында бізде картинкіде тауық пен үйректің суреті көрсетілген. Шешуіндегі сөздің қандай етістік екен айт делінген. Ақта, ақ, түбір, та, жұрнақ. Бұл туынды етістік балалар. Келесі 23-ші жаттығу. Төмендегі үлгіні басшылыққа алып сөздердің туынды етістік екен дәлелде. Ұсақта, өрнекте, тырмала, достас. Дәлелдеу үлгісі ақта туынды етістік, өйткені оның түбірі ақ. Ақ сөзі сын есім, оған та жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады екен балалар. Ал ұсақта, өрнекте, тырмала, достас. Дәлелдеу үлгісі ақта туынды етістік, өйткені оның түбірі ақ. Сөзі сын есім, оған та жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Өрнекте туынды етістік, өйткені оның түбірі өрнек. Сөзі зат есім, оған те жұрнағы жалғанып, қимылын білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болып тұр. Тырма туынды етістік, өйткені оның түбірі тырма. Тырма сөзі зат есім, оған ла жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болып тұр. Достас туынды етістік, өйткені оның түбірі дос. Дос сөзі зат есім, оған тас жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар, келесі кездескенше.